Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді каналымды көруге өте қуаныштымын. Барлықтарыңызды келе жатқан жаңа жылдарымен құттықтаймын. Және бүгін сіздермен осындай керемет тәтті бәліштің рецептісімен бөлісемін. Бұл кәдімгі жасыл шырша формасындағы осындай әдемі тәтті бәліш. Дайындалу оңай, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сонымен дайындап бастаймыз. Қамырын дайындап бастадым. Ол үшін 3 үлкен жұмыртқа қажет. 1 стакан қант, стакан толмай тұр, жарты стакан сүт, 4 ас қасы күнбағыс майы, сұйық май яғни. Содан кейін 2 стакан ұн, толтырмай, яғни без горки дейді ғой, толмаған күйінде. Және де қопсытқыш қажет. Мында менде 10 грамм қопсытқыш. Және де біздің тортқа түс беретін, жасыл түс шығаратын бұл шпинат. Шпинаттың қазақша аудармасы саумалдық екен. Интернеттен оқып енді біліп жатырмын. Осы саумалдықты мен алдын ала суға пісіріп алдым 1 минут уақыттай. Содан кейін осылайша турап негізін мұздатқышта сақтаймын. Бұны әртүрлі тағамдарда қолданамын. Осы жолы бірақ бұл тәтті бәліште қолданатын боламын. Және де оны осылайша блендерден өткізе отырып пюресін жасап шығардым. Алдымен жұмыртқамен қантымызды жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз еруі қажет. Содан соң үстіне сүтімізді, сұйық майымызды қосамыз. Саумалдықтан жасалған пюремізді қосамыз. Және де ұнды електен өткізе отырып қостым. Жақсы көтерілсін деген ниетпен. Және де осы қопсытқышымызды қоса отырып, енді барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Осындай формада пісіремін. Форманың диаметрі 27 сантиметр. Осы жерде кеңесім, диаметр үлкендеу форма болғаны жақсы. Осында немесе бұдан да кішкене үлкендеу болса тіптен жақсы. Сол кезде шыршаңыз әлдеқайда үлкен болып шығады. Осылайша қызып тұрған пеште 30-35 минут уақыт пісіреміз. Тәтті бәлішіміздің қамыры пісіп жатқан кезде осы уақытта кремімізді дайындаймыз. Менде классикалық заварной крем. Басқа да крем түрін қолдансаңыз болады. Мұнда менде 500 мл сүт, 3 толы ас қасық ұн, жарты стакан қант, 1 ас қасық май, сары май және де ванилин. Қаласаңыз қантты көбірек те қоссаңыз болады. Біз аз қантпен жақсы көреміз, сондықтан да осылайша жарты стакан қант қостым. Алдымен аз ғана сүтте осы қантпен ұнымызды араластырып аламыз. Түйіршік қалмау керек, жақсылап араластырып жібереміз. Неге аз сүт қостым, өйткені әлдеқайда жеңіл болады түйіршіктерін шығару үшін, яғни түйіршіктерін азалтуға әлдеқайда ыңғайлы. Қалған сүтті ең соңында қосып, енді осы газға қоямын. Ванилинді де осы орайда қосып жіберсек болады. Газға қойып, астын барынша ашып, қазір жайлап араластырып тұрып пісіремін. Міндетті түрде жайменен араластырып тұрамын. Асты жабысып қалмау қажет. Айтып өткенімде кез келген крем қолдансаңыз болады. Мен осы классикалық заварной кремді пісіруді жөн көрдім. Мінекей қайнап бастаған кезде астын оттың дәрежесін ең минималдыға қойып, тағы 1 минут уақыттай піседі. Осы уақытта араластырып тұру қажет. Содан кейін сөндірсек болады. Астын сөндіріп, үстіне 1 ас қасық сары майымды қосып, сары май ерігенге дейін бір араластырып алдым. Және де үстін осылайша стрейч пленкамен в контакт, яғни тигізіп жауып қойдым. Болмаса кез келген целлофанмен жауып қойға болады. Сол кезде үстіңгі жағы кеуіп кетпейтін болады кремнің. Және осылайша кішкене суығанша алып қоямыз.
Мінекей бисквит пісіп шықты, қатты көтеріле қойған жоқ, өйткені құрамында шпинат, яғни саумалдық болғаны үшін, кішкене ауырлау болғаны үшін, консистенциясы сол үшін қатты көтеріле қоймады. Дегенмен де осылайша бір бөліп кесіп алдым. Яғни менде 2 қабат болады. Егер 3 қабат қылып кесе алсаңыздар, олай да кессеңіздер болады. Ендігі кезекте мен шыршаның суретін салатын боламын, осылай тіс тазалағышпен. Егер де бұлай сала алмаймын шыршаның суретін десеңіздер, алдын ала бір трафарет, қағаздан трафарет шығарып алып, соны қоя отырып салсаңыздар болады. Мен де өзіме кішкене сенімді болып осы тұрғыда өзім осылай қолмен сала салайын дедім. Және де осы салған суреттің үстінен қазір пышақпен кесіп алатын боламын. Тәтті бәлішімді жинап бастаймын. Алдымен шамамен жарты стақан сүтке бір толы шай қасық қантты қосып, араластырып, осын жағып шығамын. Әр бөлігіне біздің бәлішіміздің сол кезде бәліш әлдеқайда дымқыл, әлдеқайда жұмсақ, дәмі керемет болады. Және де үстіне қазір крем жағатын боламын. Кремнің жартысын осы ортасына жағып шығамын. Кремнің қалған жарты бөлігін көріп отырғандарыңыздай толықтай үстіне жағып шықтым. Осындай шпатель қолдандым. Жандарына жаққан кезде бисквиттің қалған бөліктерін алдымен қолмен ұнтақтап көрдім. Ыңғайсыз болған соң блендерға салып ұнтақтауды жөн көрдім. Әлдеқайда әдемі шығады деген ниетпен мінекей осындай болып әп-әсем болып ұнтақталды. Үстіне сүйіп шығамын. Шышаның діңгегі болған жерге какао септім. Осылайша әдемі көрінеді. Осы тәтті бәлішті дәл шайға берердің алдында ғана осылайша әсемдеп алдым. Алдын ала әсемдесеңіз, кішкене түсі шығып кетуі мүмкін. Кәмпеттердің дәл берердің алдында әсемдесеңіз дұрыс болады. Дәмі керемет болып шықты. Тіпті үйдегілер ішінде саумалдық болғанын түсінбей қалды.
Егер де бұл видео сіздерге ұнаса, пайдалы бір контент болса, міндетті түрде аямай лайктарыңызды қоя кетіңіздер. Каналыма жазылып қойыңыздар. Сіздермен келесі кездескенше сау болыңыздар.